көрің, есітің һәм жасаң. 7-ші кітап. А тәрепі. Иса Масих иеміз. Әзиз достарым, қалқымыз Иса Масихты Құдай тәрепінен жіберілген Құдайдың сөзі деп біледі. Құдайдан келген ұшында ол рухи мәністе Құдайдың ұлы деп саналады. Енді сіз оның хақиқаттан да Құдайдан келгеніне, һәм біздерге мәңгілік өмірді бере алатынына сенесіз бе? Оның караматлары сізге хақиқатты көрсетеді. Кассетаны тыңлап, сигналды естігеніңізде кітапшаның кейінгі бетіндегі суретке қараң. 1-ші сурет. Иса Масихтың туылуы. Иса Масих бұннан көп жылдар бұрын Исраил мемлекетінде дүнияға келді. Ол әпуай адамлар сияқлы малханада туылды. Бірақ ол әпуай бала емес еді. Оның анасы Мариям, елі ер адамға жақынласпаған, тұрмысқа шықпаған қыз еді. Иса Масих Құдайдан келді. Ол Құдайдың қалауы бойынша туылды. Сол себеплі ол Каламуллах, яғни Құдайдың сөзі деп аталған. Ол адамзат пайда болмасынан бұрын бар еді. Ол Құдайменен бірге еді. Ол арқалы дүния жаратылған. Дүниядағы бірінші адамларға ол рухи өмір берді. Бірақ адам атадан бастап, әмме адамлар рухи өмірде адасты. Себебі олар Құдайдың жолына жүрудің орнына шайтанның жолына жүріп, рухи өлді. Иса Масих жер бетіне хақиқи Құдайды көрсету үшін келді. Соның менен бірге біздер енді қалайынша Құдайдың балалары бола алуымыз мүмкін екенін көрсетті. Екінші сурет. Исаның суды шарапқа айландыруы. Иса Масих өсіп ер жетті. Бір күні ол анасы һәм достарыменен тойға барды. Мариям Исаның кім екенін білетұғын еді. Сондықтан да шарап таусылған уақытта Мариям Исаға шараптың таусылғанын айтты. Соң Мариям қызметшіге, ол сіздер не бұйырса, соны істеңдер деді. Сол жерде 6 үлкен күзе бар еді. Иса қызметшілерге, күзелерді суға толтырыңлар деді. Олар күзелерді суға толтырды. Сонда Иса оларға, енді күзелерден алып той иесіне апарыңлар деді. Су ең жақсы шарапқа айланған еді. Исаның достары онда Құдайдың күшінің бар екенін көріп, хайран қалысты. Үшінші сурет. Исаның Никодимменен сөйлесуі. Никодим абыройлы бастықлардың бірі еді. Ол Исаның көрсеткен караматлы істері туралы естті, һәм Исаны Құдайдан жіберілген болса керек деп ойлады. Бір күні түнде Никодим Құдай туралы сөйлесу үшін Исаға барды. Иса оған, мен саған хақиқатын айтаман. Кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды деді. Никодим оннан, қартайған адам қалайынша қайтадан туыла алады деп сұрады. Сонда Иса оған былай деп жауап берді. Егер бала анадан туылса, ол денеден туылады. Адам рухи туылу үшін Құдайдың рухынан туылу керек. Исаға сенген әр бір адам рухи туылады. Онда Құдайдың рухы болады, һәм ол мәңгілік өмірге ие болады. Мұқаддес кітапта былай деп жазылған. Құдай бұл дүнияны соншелі сүйгеліктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әр бір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Төртінші сурет. Патша қызметкерінің Иса Масихтың алдына дүзе бүгуі. Егер балаңыз ауыр кесел болып қалса, не істеген болар едіңіз? Бұл адам болса, ұзақ жол жүріп, Иса Масихты ізледі. Ол патшаның қызметкері болып, абыройлы адам еді. Бірақ ол Исаның қасына келіп, оған жалбарынып, «Мырза, ұлым, өлім төсегінде жатыр. Тезірек менің жүр. Балам өліп қалмастан бұрын жетіп барайық» деді. Иса оған, «Сен бара бер. Ұлың жасайды» деп жауап берді. Сол адам Исаға сеніп үйіне қайтып кетті. Жолда кие тұрғанда оның қызметшілері қарсы алып, оған баласының жазылғанын айтты. Бұл карамат Исаның балаң жасайды деген уақытында болған еді. Сонда оның өзі һәм шаңырағындағылардың һәммесі Исаға сенді.
5-ші сурет. Исаның хәуіздегі ләңге шифа беруі. Иерусалимде бір хәуіз бар еді. Сол жердегі адамлар хәуіздегі су айырым уақытлар адамларға шифа береді деп сенетін еді. Бір адамның ләң болғанына 38 жыл болған еді. Иса Масих оны хәуіздің жанында көріп қалып, оннан тәуір болуды қалайсың бе деп сұрады. Бірақ кесел адам: мырза, су қозғалғанда мені хәуізге түсіретін еш кімім жоқ. Мен бараман дегенше басқа адам менен бұрын түсіп алады деп жауап берді. Сонда Иса оған: орныңнан тұр, төсегіңді алда жүр деді. Ол адам сол уақытта шипа тапты. Бірақ айырым адамлардың Исаға ашуы келді. Себебі ол Құдайдың арнаулы мұқаддес күнінде кеселді емлекен еді. Бұл күні әмме яһудилер Құдайға сыйынып, ешбір жұмыс істемейтін еді. Бірақ Иса Масих оларға өзінің Құдайдан екенін көрсетпекші еді. Құдайдың мұқаддес күнінде де адамларды шипалап, оларға жақсылық қылуға оның билігі бар еді. Бірақ олар Исаға сенгісі келмеді. 6-ші сурет. Исаның 5000 адамды тойғызуы. Көплеген адамлар Иса Масихтың ауруларға істеген караматларын естіді. Бір күні жүдә көп адам Исаға еріп тауға барды. Кеш болғанда Иса шәкіртлерінен бұл адамларға жегізу үшін нанды қаяқтан сатып аламыз деп сұрады. Сонда бір шәкірті: бұл жерде бір балада 5 арпа наны менен 2 балық бар. Бірақ осыншама адам үшін бұлар не болады деді. Иса әммені жерге отырғызуды бұйырды да, нан менен балықты алып Құдайға шүкірлік білдірді. Соннан соң әрбір адамға қалегенінше нан менен балықтан беріп оларды тойғызды. Бірақ Иса адамларға былай деді: сіздер бұзылатығын азық үшін емес, ал мәңгілік өмірге сақланатығын азық үшін минет етіңдер. Оны сіздерге адам ұлы береді. Мен өмір наныман. Маған келген адам ешқашан аш болмайды. Һәм маған сенген адам ешқашан шөллемейді. 7-ші сурет. Исаның судың үстіменен жүруі. Иса Масих адамларды тойғызғаннан соң шәкіртлерін де үйлеріне жіберді. Өзі болса Құдайға дуа ету үшін жалғыз тауға шығып кетті. Шәкіртлері сол уақытта қайықта көлді кесіп өтіп бара жатқан еді. Күшлі самал есіп теңіз толқылана бастады. Олар біраз жүзгеннен соң теңіздің үстіменен жүріп қайыққа жақындасып келе Исаны көріп, қатты қорқысып қалды. Оны әруақ деп ойлады. Бірақ Иса: бұл мен, қорықпаңлар деді. Шәкіртлері оны қайыққа мінгізіп алды. Сол уақытта дауыл тоқтап қалды. Олар Исаның Құдайдың күшіне ие екенін және бір мәртебе куәсі болды. 8-ші сурет. Исаның іштен соқыр болып туылған адамға шипа беруі. Иса шәкіртлеріменен бірге кетіп бара жатқанда іштен соқыр болып туылған бір адамды көріп қалды. Исаның шәкіртлері ол адам Құдай тарапынан жазаланған деп ойлады. Бірақ Иса Масих Құдайдың істері оның өмірінде көріну үшін ол соқыр болып туылды деді. Соңынан Иса түкірді де түкіріктен ылай ісілеп, оны соқырдың көздеріне жақты, һәм оған: барып жуын деді. Ол барып жуынды, һәм көздері көретұғын болып қайтып келді. Достар, бұл адам денеде соқыр еді. Бірақ біздердің әрбіріміз рухи соқырмыз. Себебі біздер Құдайдың жолын көре алмаймыз. Осы жолды бізге көрсету үшін Иса Масих бұл дүнияға келді. Ол былай деді: мен дүнияның нұрыман. Кімде-кім маған ерсе, қараңғылықта жүрмейді, ал өмір нұрына ие болады. 9-ші сурет. Исаның Лазарды өлімнен тірілтуі. Иса Масих Лазарды оның Мариям һәм Марта деген қарындасларын жақсы көретұғын еді. Лазар ауырып қалды. Иса Лазардың ауырып батырған естісе де, өзі болып батырған жерде және 2 күн қалды. Соңынан шәкіртлеріне: Лазар өлді. Сіздердің сеніңіз үшін менің сол жерде болмағаныма сіздер үшін қуанышлымын. Ал енді жүріңдер, оған барайық деді. Иса келгенде Лазардың қабірге қойылғанына 4 күн болған еді. Қарындастары Исаның ажығасына шипа беруге келмегеніне қапа еді. Сонда Иса оларға: сіздердің ажығаңыз және тіріледі деді де адамларға қабірді ашуды бұйырды. Кейін ол сыртта тұрып: Лазар, сыртқа шық деп бақырды. Сонда аяқ қоллары кепінлікпенен оралған, беті орамалменен байланған өлі тіріліп сыртқа шықты.
Адамлар Исаның өлілерді тірілте алатығын Құдайдың күшіне ие екенін көріп, оған сенді. Иса Масихтың өзі былай деген еді: мен қайта тірілу һәм өмірмен. Маған сенген адам өлсе де жасайды. Маған сеніп жасап атырған әр бір адам ешқашан өлмейді. Сіз бұған сенесіз бе? 10-шы сурет. Исаның атанақ ағаштағы өлімі. Иса Масих істеген әр бір ісі арқалы өзінің Құдайдан екенін көрсетті. Бірақ яһуди баслықлары Исаны күнлеп, оны өлтірмекші болды. Иса шәкіртлеріне өзінің өлетұғыны һәм келешекте оларға мұқаддес рухты жіберетұғынын айтты. Бұл адамларды Құдайға алып келетұғын жалғыз жол еді. Исаның шәкіртлерінің бірі Яһуда оған қиянет қылды. Исаның қай жерде екенін айтып беріп, есесіне яһуди баслықларынан ақша алды. Олар келіп Исаны тұтып алды. Петр һәм сол жерде болған һәмме шәкіртлері тұмтысқа қашып кетті. Тергегенде хәкімдер Исадан бірде-бір айып таба алмады. Бірақ яһудилер оны атанақ ағашқа шегеле деп ақырысты. Солай етіп, адамлар Құдайдың ұлын өлтірді. Оның менен бірге 2 қарақшы да өлді. Иса Масих Құдайдың біздердің күнәміз үшін жіберген теңі тайы жоқ, күнәсіз құрбанлығы еді. 11-ші сурет. Иса менен Мариям қабірде. Иса Масих өлтірілгеннен соң оны қабірге қойып, қабірдің аузын үлкен таспенен жауған еді. 3-ші күні Магдалалы Мариям қабірге барды. Сонда ол тастың қабірдің аузынан алып тасталғанын һәм Исаның денесі қойылған жерде 2 періштенің отырғанын көрді. Соңынан арқасына бұрылып Исаның тұрғанын көрді. Иса оған: "Аял, кімді іздеп жүрсең?" деді. Мариям оны бағман деп ойлады. Оннан Исаның денесін сұрады. Сонда Иса: "Мариям" деді. Сол уақытта Мариям Исаның тірі екенін көрді. Иса оған: "Шәкіртлеріме барып, оларға менің тірі екенімді айт" деді. Өлім тірі, Құдайдың ұлын ұстап тұра алмады. 12-ші сурет. Исаның шәкіртлеріне көрінуі. Аспанға көтерілмесінен бұрын Иса Масих көплеген караматлар істеді. Бір күні кеште Исаның шәкіртлері балық аулауға барды. Бірақ еш нәрсе тұталмады. Таң ата баслағанда жағада бір адам пайда болды. Сол адам оларға ауды қай жерге тасласа көбірек балық тұтатығылығын айтты. Олар ауды таслағанда көп балық тұтқанлықтан ауды тартып ала алмады. Сонда олар бұл адамның Иса екенін білді. Олар тұтқан балықларын жағаға алып шыққанда Иса оларға жеу үшін ауқат таярлап қойған еді. Ауқатланып болғаннан соң Иса олармен сөйлесіп отырды. Ол тұтқынға алынғанда Петр қашып кеткен еді. Бірақ әзір Иса оған: "Ізіме ер" деді. Соның менен бірге оған адамларға қамқорлық қылуды һәм оларға Иса Масих туралы тәлім беруді тапсырды. Иса һәмме адамлар оның караматлары туралы естуін, сондай-ақ оған сенуін қалайды. Сонда олар да Исаға еріп, мәңгілік өмірге ие бола алады. Сізден өтініш: магнитофонды осы жерде тоқтатып, кассетаны аударың, һәм бұл жерден естуді баслаң. 7-ші кітап. Б тәрепі. Иса Масих құтқарушымыз. Достар, Иса Масих хақиқаттан да ұлы құтқарушымыз. Ол біздерді күнәдан һәм шайтаннан құтқарады. Ол біздерге мәңгілік өмір береді. Міне, құтқарушымыз хақындағы бұл гүріңді естіңлер. Сигналды ескеніңізде кейінгі суретке қараң. 13-ші сурет. Иса 2 шәкіртке тәлім беріп жатыр.
Көпшілік яһудилер Иса Масихты өздерін рехімсіз Рим хүкімдарлығынан құтқарады деп үміт етті. Бірақ хүкімдарлар Исаны өлтірді, һәм яһудилердің үміті пышқа шықты. Сол уақиялардан кейін Исаның екі шәкірті үйлеріне кетіп бара жатқанда, олардың жанында Иса пайда болды. Олар Исаны бейтаныс кісі деп ойлап, болған уақияларды оған айтып берді. Иса болса, Мусаның һәм барлық пайғамбарлардың жазуларынан баслап, мұқаддес кітаптағы өзі хақында айтылғандардың һәммесін оларға түсіндіріп берді. Оларда Иса Масихтың азап шегіп өлетұғыны, кейін Құдай патшалығын басқару үшін тірілетұғыны туралы жазылған еді. Шәкіртлер бірден мұқаддес жазулардың хақлығын түсініп алды. Себебі бейтаныс адам Иса Масихтың өзі еді. Ол және тірі, һәм мәңгілік еді. Келіңдер, Иса жер бетінде жүрген уақытында адамларға өзі хақында нелерді айтқанын естейік. 14-ші сурет. Бала шошқалар арасында. Иса Масих бір адамның екі ұлы туралы мынадай тымсал айтып берді. Бір адамның екі ұлы бар еді. Олардың кенжетайы әкесіне: «Әке, мал мүлкіңнің маған тиісті бөлігін бер» депті. Сонда әкесі мал мүлкін екі ұлына бөліп беріпті. Кіші ұлы өзіне тиісті бөлігін алып, ұзақ мемлекетке кетіп қалыпты. Ол жерде бұзық жолға түсіп, мал мүлкін жөнсіз сарп етіпті. Ол һәммесін сарп етіп болғаннан соң, елде ауыр ашаршылық болып, жігіт жоқшылыққа ұшырапты. Ол барып, сол елдің бір тұрғынына жалланыпты. Ол адам жігітті даласындағы шошқаларды бағуға жіберіпті. Бірақ жігіт жүдә аш еді. Ол әтте шошқалар жейтұғын жемге де зар болыпты. Сонда оның ақылы еніп, әкемнің қаншама жалланған жұмысшылары нанға тойып жүр. Мен болсам, бұл жерде аш өлейін деп атырман. Тұрып әкеме барайын. Оған: «Әке, мен Құдайға һәм саған да қарсы шықтым, күнә істедім. Енді сенің балаң деп аталуға лайықлы емеспін. Мені жалланған жұмысшыларының қатарына қабыл ет» деп айтайын депті. 15-ші сурет. Жойтылған ол үйге келді. Солай етіп жігіт әкесіне қарай жолға шығыпты. Олар елі ұзақта кетірганда, әкесі ұлын көріп, бауыры елжіреп кетіпті. Жуырып барып, ұлын құшақлап сүйе баслапты. Қызметшілеріне жақсы киім әкеліп, оған кигізуді, һәм жақсы ауқатлар таярлауды бұйырыпты. Сөйтіп: «Келіңдер, ішіп жеп көңіл көтерейік. Себебі менің бұл ұлым өлген еді, тірілді, жойтылған еді, табылды» депті. Достар, Иса Масих Құдайды сол әкеге, ал біздерді болса, оған қарсы шығып күнә істеген һәм кетіп қалған сол ұлға ұқсатады. Бірақ Құдай біздерді әзірде сүйеді. Ол біздердің қайтып келуімізді қалайды. Ең тек арғысы, ол біздердің күнәмізді кешірмекші. Иса Масих біздерді күнәдан һәм өлімнен құтқару үшін келді. Ол аспандағы әкемізге қайтатұғын жол. 16-шы сурет. Ақылсыз бай хақында тымсал. Иса Масих адамларға мына тымсалды айтып берді. Бір бай адамның егісілік жері мол зирахат беріпті. Ол бұларды сақлау үшін үлкен ғаллахана құрыпты, һәм өзінше: «Сен көп жылға шегем жейтұғым мол дүние жинадың. Енді демал, ішіп жеп көйліңді қошла» депті. Бірақ Құдай оған: «Ей ақмақ, бүгін түнде сенің жаның алынады, сонда сенің жинап тергелерің кімге қалады» депті. Иса Масих былай дейді: «Не киеміз, һәм не жейміз деп тәшвишленбеңлер. Оның орнына Құдайдың патшалығын ізлеңлер». Достар, өзіміз үшін байлық топламайық. Аспанда таусылмайтұғын ғазине жинайық. Біздер мұтаж болғанларға берсек, бұл Құдайға ұнайды. Һәм ол біздердің һәмме мұтажлықлерімізді қанаатландырады. 17-ші сурет. Бай һәм тіленші туралы тымсал. Иса бай бір яһуди кісі туралы мынадай тымсал айтып берді. Бір күні бай яһудидің һәмме нәрсесі бар екен. Бірақ ол есігінің алдында жатырған бір тісілім нанға зар болған тіленші туралы ойламапты да. Күндер өтіп, тіленші сол байдың үйінің алдынан аштан өліпті. Соңынан ол аспанда әжайып мәканға орналасыпты. Бүткіл яһудилердің бабасы Ибрахим оған қамқорлық қылыпты. Уақыты келіп, бай яһуди де қайтыс болыпты. Бірақ ол азап шегу үшін дозаққа жіберіліпті. Ол дозақ отында азап шегіп атырып, басын көтеріп қарағанда, алыста Ибраим менен оның жанындағы тіленшіні көріпті.
Сонда бай қатты бақырып Ибрайымнан тіленшіні өзіне жәрдемге жіберуін өтініпті. Бірақ Ибрайым пайғамбар оған: сіздер менен біздердің арамызда үлкен тұңғиық орнатылған. Сондықтан бұл жерден сіздерге өтпекші болғандар өте алмайды. Һәм ол жерде ешкім біздерге өте алмайды депті. Достар, біздерде өмірімізді бұл байға ұқсамай, керісінше барқұлла Құданың жолынан жүруіміз керек. Иса Масихқа сенсек, біздер де ол сияқылы өлім көрмейміз, ал құтқарыламыз. 18-ші сурет. Сораңлар сіздерге беріледі. Бір күні түнде бір адам достысының үйіне барып: достым, маған қарызға 3 нан беріп тұр. Себебі сапарда жүрген бір достым келіп еді, оның алдына қоятығын еш нәрсем жоқ депті. Бірақ достысы бала шағасы менен ұйықтап жатырған екен. Оның тұрғысы келмепті, бірақ келген адам ұялмастан сұрауын дауам ете беріпті. Сонда достысы орнынан тұрып, ол қанша сұра, сонша беріпті. Иса Масих: біздер Құдайдың алдында тіленшідей болып тұруымыз шарт емес дейді. Құдай біздердің аспандағы әкеміз, ол біздердің һәмме мұтажлығымызды біледі, һәм сол мұтаж нәрселерімізді бергісі келеді. Хәтте ол өзінің мұқаддес рухын да беруді қалайды. Бұларға ерісу үшін біздер тек қана оған сенуіміз һәм дуа етіп сұрауымыз керек. 19-ші сурет. Екі адам ибадатханада. Құдай әр бір адамның еткен дуасын естеме. Бұл суреттегі адам жүдә діндар адам болып, ол жүдә кербаз. Соның менен бірге өзін жоғары тұтып жүретұғын адам. Ол Құдайға: мен басқа адамдарға қарағанда жақсыман, һәмме діни қағидаларды орындап жүрмен депті. Айтыңларшы, Құдай оны ұната ма? Екінші адам салықшы екен. Ол адамлардың хақысын жейтұғын һәм бұл ісінің Құдайға ұнамайтұғын білетұғын еді. Ол қатты өкініп, әтті аспанға қарауға да батылы бармай төмен қарап Құдайға: о Құдай, мендей күнәкарға рахмет көр деп дуа етіпті. Өзін жоғары тұтқан әрбір адам Құдайға лайықлы емес. Ал салықшы сияқлы өзін пәс тұтқан адамды ол естеді, һәм күнәларын кешіріп, оған жәрдем береді. 20-ші сурет. Тұқым себуші туралы тымсал. Иса адамларға мынандай тымсал айтып берді. Дихан тұқым себу үшін атызға шығыпты. Ол сепкенде айырым тұқымлар жол шетіне түсіпті. Құслар келіп оларды жеп кетіпті. Айырымлары болса таслақ жерге түсіпті. Тұқымлар көгеріп шығыпты, бірақ ығалық аз болғанлықтан қурап қалыпты. Кейбіреулері тікенлердің арасына түсіпті. Тікенлер оларды өсірмей тұншықтырып таслапты. Ал басқалары өнімлі топыраққа түсіп өсіп шығып, көп зұрахат беріпті. Сонда Иса адамларға: құлағы барлар жақсылап естіп алсын депті. Көпшілік бұл тұмсалды естіпті, бірақ тілекке қарсы олар түсінбепті. Айтыңларшы, сіздер түсіндіңіз бе? 21-ші сурет. Тұқымлар өсіп шығыпты. Исаның шәкіртлері оннан айтылған тымсалдың мәнісін сұрады. Сонда ол былай деп түсіндірді: тұқым бұл Құдайдың сөзі. Жол жағасына түскенлері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естеді, бірақ шайтан келіп, олардың жүректеріндегі сөзді алып кетеді. Сондықтан олар сене алмайды, һәм құтқарылмайды. Таслақ жерге түскендері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естіп, қуанышпен қабыл алады, бірақ тамырсыз болғанлықтан уақытша ғана сеніп, сынау уақыты келгенде иманнан қайтады. Ал тікелер арасына түскендері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естеді, бірақ өмірдің тәшвишлері, байлық һәм хәзілдіктер астында тұншығып, олардың зүрәті піспей қалады. Ал өнімлі топыраққа түскендері мынадай адамларды білдіреді. Олар сөзді естіп, жақсы һәм пәк кеулерінде сақлап, шыдамдылық менен көп зүрәхат береді. Достар, сіздер Құдайдың сөзін естіп, оны қабыл қылдыңыз ба? Сіздерде оған бойсынасыз ба? Ямаса ұмытып кетесіз бе? Ямаса оған сеніп, Құдайға лайықлы болып, зүрәхат беріп жасайсыз ба? 22-ші сурет. Жәбірленген адамға жәрдем. Құдайдың жолында қалайша жасауымыз керек? Мұқаддес жазулар біздерге Құдайды һәм адамларды жақсы көруіміз керектігін айтады.
Бірақ қайсы адамларды жақсы көруіміз керек? Иса Масих жалғыз өзі сапарға шыққан адам туралы мынадай тымсал айтып берді. Сол адам жолда кетіп бара жатқанда қарақшылар оған топылыс жасапты. Қарақшылар оның бар жоғын алып, сабап өлімші етіп таслап кетіпті. Сол жолдан діндар екі адам өтіпті. Олар жолда жатырған адамды көріпті, бірақ жәрдем бермей өтіп кетіпті. Олардан кейін басқа міндетлі бір адам өтіп бара тұрып, ол жатырған жерге келгенде оны көріп жаны ашыпты. Оның жарақатларын шарап һәм майменен жуып таңыпты. Соңынан оны ешегіне мінгізіп, қамқорлық қылу үшін алып кетіпті. Егер біз Құдайды жақсы көретұғын болсақ, әрбір мұқтаж адамға жәрдем беруіміз керек деген еді Иса. Жиырма үшінші сурет. Үй иесінің үйге қайтып келуі. Иса Масихтың өлімінен кейін қайта тіріліп келгені есіңізде ме? Аспанға көтерілместен бұрын оны көплеген адамлар көрген. Әлбетте Иса оларға және қайтып келетұғынын айтқан. Біздер тап қожайынның қайтып келуін күтіп атырған адамлардай болуымыз керек. Исаның жерге қашан қайтып келетұғынын білмейміз, бірақ біздер оның үшін істеуіміз, оның қайтып келуіне таяр болуымыз, һәм ол қайта келгенде күтіп алуымыз керек. Кейін ол әммеміз үшін үлкен зияпат таярлайды. Әлбетте бұл ұлы күн, қуанышлы күн болады. 24-ші сурет. Теректің үстіндегі адам. Иса Масихтың әммені құтқармақшы екенін білгін келсе, мынаны есіт. Захай деген адам салықшы болып істейтұғын. Бір бай адам бар еді. Ол бұл ісі арқалы адамлардың хақсын жейтұғын еді. Иса ол жасайтұғын қалаға келгенде, оның Исаны көргісі келді. Бірақ адамлар көп болғандықтан оны көре алмады. Себебі оның бойы жүдә пәс еді. Сонда Захай жабайы әнжір терегіне шығып алды да Исаны көрді. Иса сол теректің жанына келгенде Захайға қарап, «Захай, тезірек теректен түс, бүгін сенің үйіңе қалуым керек» деді. Бірақ адамлар хайран болды. Себебі Захай күнәкар адам еді. Захай тезлікпенен жерге түсіп, Исаны қуанышпенен қабыл алды. Сонда ол Исаға шайтанның жолынан қайтып, өз жолын өзгертетұғынын айтты. Иса Масих оған бүгін бұл үйге құтқарылу келді деді. Бұнан біз Құдайдың жолынан қайтып, қараңғылықта адасқан әрбір адамды Иса іздеп тауып, құтқару үшін келгенін білеміз.